Bir кезде қазақ жерінде аңғардың ішінде сусыз көл деген ауыл бар еді. Бұл ауылдың атауы жайдан жай қойылмаған. Осы ауылда су өте аз болатын. Не бұлақ, не өзен, не құдық жоқ. Тек бір көл бар еді. Ол да 3 шақырым жерде екен. Дөннің ар жағында, және жазда жартылай тартылып қалатын. Ауыл тұрғындары арқалары ауырып, қолдары талғанша шелекпен су таситын. Осы ауылда 2 дос өмір сүріпті. Орал мен Құмар деген жігіттер. Олар бала кезінен бірге өсті. Ойнады, тентектік жасады, кейін бірге жұмыс істеуге кірісті. Су мүлде жетіспей кеткен кезде достар былай деп шешті. Не болса да көлден суды арбамен тасып, ауылдастарға сата бастайық, деді Орал. Бұл ой сыртынан қарағанда жай ой болса да, бірақ қажет еді. Олар бар жинаған тиындарын, ескі бөлшектерін, көршілердің көмегін бәрін жинап қосып, әр қайсысы бір есектен, бір бөшкеден және бір арба сатып алды. Таң атпай екеуі бір-бірімен жарысып жұмысқа кірісті. Көлге барады, бөшкелерді суға толтырады, ауылға апарып сатады. Сосын қайтадан жолға шығады. Адамдар риза, шелекпен суды енді өздері тасымайды. Төлеуге де қарсы емес. Іс жақсы жүре бастады. Бір жыл өтті. Достар аздап ақша жинады. Құмар ақшаны бірінші болып жұмсауға кірісті. Екінші есек, тағы бір бөшке және үлкендеу арба сатып алды. Енді екесе көп су әкелемін, деді ол мақтанышпен. Құмар көмекші жалдады. Бөшкелерді сақтайтын қора орнатты. Жеңіл доңғалақтар алды. Тіпті арбасының дауысы алыстан естілсін деп сыңғырлаған қоңырау да сатып алды. Ал Орал басқаша ақшаны жұмсады. Ол әр тиынды жинады. Ақшаны жұмсамады, көмекші жалдамады, өспеді. Бір қалпында жұмысын істей берді. Сен не істеп жүрсің? Деп күлді Құмар. Уақыт ақша ғой, сәттілікті жіберіп жатырсың ғой досым. Бірақ Орал үндемеді. Ол ойланып жүрді. Бір күні Орал қалаға аттанды. Қайтып келгенде қасында инженер және қолында бір рулон қағаз болды. Ауылдағылар оған таң қалып қарап тұрды. Мынаны қара, трубаларды сүйреп жүр, деп сыбырласты олар. Есек те жоқ, бөшке де жоқ, тек темірлер ғана. Ақылынан адасты ма мынау? Қарашы өзің. Бірақ Орал ешкімге қарамай жұмысқа кірісті. Алдымен үйінің жанынан шұңқыр қазды.
Сосын көлге қарай қаза бастады. Өзі жұмыс істеді. Кейде көмекшілерді шақырды. Кейде түнімен сызбаларға қарап отырды. Ал жерде жіңішке арық созыла берді. Осы уақытта Құмардың ісі өркендеді. Оның арбалары таңнан кешке дейін ауыл ішінде сықырлап жүретін. Жұмысшылары тынымсыз су таситын. Ақшасы сандыққа толып жатты. «Міне өмір!» деп мақтанышпен айтатын Құмар алтын тиындарға толы сарайын көріп. Ал Оралдың сандығында тек шаң мен шеге. Бәрі трубаларға, жұмысқа, материалға кетті. Жарты жыл өтті. Бір күні таңертең тыныштықта ерекше сылдыр естілді. Масқара, су өзі ағып тұрды. Оралдың үйінің жанындағы краннан. Су таза, салқын, тікелей көлден. Орал кранды ашты, шелек лезде толып кетті. Келесі күні Орал өзінің ауласында кезек-кезек тұрған адамдарды көрді. Адамдар үйлеріне судың трубаларын тартуын сұрады. Бірі тиынмен, бірі қазуға көмектесіп, басқалары басқаша төледі. Бір айдан кейін Орал ауылдың бәріне су трубаларын тартты. Арба да жоқ, есек те жоқ, доңғалақ сықыры мен шаң тозаң да жоқ. Тек кранды бұрасың, су ағып тұрады. Ал Құмарда үнсіздік басталды. Арбалар тоқтады, есектер зерікті. Енді адамдар суды күтпейтін болды. Ол өзінен өзі есік алдына келіп тұр еді. Құмар біраз уақыт ойланып жүрді. Ашуланды, кейін қойды. Сосын ойлана бастады. Ақыры досына келді. «Кешір, Орал», деді ол. «Сен қазып жатқанда күлдім, ал сен бәрін ойлап жасапсың. Енді сенің суың бәрінде бар, ал менің арбаларым шан астында». Орал оған қарап, жай ғана жымиды. Досым, менімен жұмыс істейсің бе? Труба тартатын шебер керек болып тұр. Көрші ауылда суды күтіп тұр, деді ол. Құмар бас изеді. Сөйтіп ол Орал және су компаниясының алғашқы жұмысшысы болды. Олар бірге 3 көрші ауылға трубаларды тартып, кейін қалаларға дейін жетті. Жылдар өтті. Құмар енді бүтін бір бригаданың басшысы болды. Ал Орал көп ауылдың су жүйесін басқаратын болды. Бірақ кейде кешкісін екеуі бірге орындықта отырғанда, шай ішіп, бәрі бір есек, бір арба және бір армандаудан басталғанын еске алатын.